Құрметті әріптестер, ең алдымен Конституция жобасын әзірлеу барысында атқарылған ауқымды әрі жүйелі жұмысты ерекше атап өткім келеді. Соңғы күндері әріптестеріміз тарапынан айтылған кәсіби, объективті және конструктивті ұсыныстар жобаның мазмұнын едәуір толықтырып сапасын арттырды. Осы орайда бір маңызды жайтқа тоқталғым келеді. Күні кеше Қазақстан заңгерлер одағының базасында еліміздің барлық өңірлеріне қамтыған судьялық корпусын, нотариатты, жеке сот орындаушыларды, заң консультанттарын және ғылыми қауымдастық біріктірген кеңейтілген сарапшылық талқылау өткіздік. Талқылау барысында кәсіби орта конституция жобасын жекелеген түзетулер жиынтығы ретінде емес, ата заңның тұжырымдамалық тұрғыдан жаңарған үлгісі ретінде бағалады. Әсіресе адам құқықтары мен бостандықтарын қорғау күшейту, цифрлық кеңістіктегі құқықтық кепілдіктерді бекіту, білім беру мен ғылымды дамыту, сондай-ақ мемлекеттің зайырлы сипатын нақтылау мәселелері кең қолдануға ие болды. Бұл ұсыныстар заңгерлік қауымдастығының ғана емес, азаматтардың да нақты сұранысымен үндесіп отыр. Сонымен қатар, азаматтардан түскен орынды ұсыныстар да назарда тыс қалып жатқан жоқ. Олардың едәуір бөлігі жұмыс топтарында талқыланып, жобаға енгізілді. Бұл қоғам мен мемлекеттің ашық әрі сындарлы диалогының айқын көрінісі. Сондықтан мен жобаны бүкіл халықты референдумға шығару жөніндегі алдымызда айтылған комиссия мүшелерінің ұсыныстарын қолдаймын.